Ассалаумағалейкум, есімім Айжан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше дәмді қытырлақ вафлидің рецебімен бөлісемін. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 200 грамм ерітілген маргарин, 200 грамм қант және де 5 дана жұмыртқа қажет. Ең алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Қатты взбивать етудің қажеті жоқ, қантымыз ерігенше араластырсақ жеткілікті. Жұмыртқамыз бен қант жақсылап араласқаннан кейін, ерітілген маргаринді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Маргарин мен қант араласып болғаннан кейін, ұнымызды 3 бөлікке бөліп, масса дайын болғанға дейін араластырамыз. Осымен тестамыз дайын, енді вафлиді пісіруге кірісеміз. Вафлинсамызды алдын ала қыздырып аламыз, және де үлкен қасықпен мөлшермен салып пісірамыз. Әрбір дайын болған вафлиді трубочка қылып, не болмаса рожок ретінде орауға болады. Рожок ретінде орағаның бір пайдасы балаларға дәмді балмұздақ жасап беруге келеді. Үй жағдайында балмұздақ жасауды келесі видеоларымда міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын. Каналымнан ажырамай, менімен бірге болыңыздар. Кез келген адамның қолынан бір жасағынан шығатын вафлидің рецебін міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгінгі менің рецебім сіздерге ұнаса, міндетті түрде подписка жасап, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айжан, назарларыңызға рахмет.